Бүгін экс-президенттің інісі Болат Назарбаевты жер қойнына тапсырды. Қазір Шамалған ауылындағы Болат Назарбаевтың үйіне келгендер қарасы көп. Ал көліктер күзет тек тыңғылықты тексерістен кейін кіргізеді. Сондай-ақ полиция көлігі де тұрғанын байқауға болады. Журналистерді кіргізбейді екен. Назарбаевтар отбасына көңіл айтуға келгендер саны өте көп. Үйге бірнеше кортеж келген. Ал көліктен түскен адамдар беттерін жасыруға тырысты. Көше әлі жабық. Болат Назарбаевтың жаназасы шығарылып келген қонақтар зират басына бет алды. Бірнеше қара түсті көлік Назарбаевтың үйінен шығып кеткен. Сонымен қатар Болат Назарбаевтың жаназасына экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Әлихан Смайылов келді. Інісін соңғы сапарға шығарып салған Нұрсұлтан Назарбаев көпшілік алдында сөз сөйледі. Экс-президент інісінің кеңпейілді ақкөңіл жан екенін айтып, соңғы 2,5 жыл ішінде қатты ауырғанын жеткізді. Біз осы ауылда туып өстік. Ол біздің үйдің кенжесі еді. Көп еңбек етті. Мектепке, ауылға көмектесті. Мешіт салды. Еңбек етіп бала өсірді. Армансыз өмір сүрді деуге болады. Оның өмірі әлі алда болады. 2,5 жыл қатты ауырып, жүре алмай сөйлей алмайтын, өз бетімен тамақ іше алмайтын халге жетті. Көп азап шекті. Қателік жібермейтін адам жоқ. Отбасымызға көңіл айтқандарға мың алғыс, деді Нұрсұлтан Назарбаев.